Бүгінгі видео сабағымызда біз сіздермен бірге осы көркем көйлегін пішіп үйренетін боламыз. Дәл қазіргі сәтте мен өзімнің келмейтін ескі көйлегімді пайдаланып жатырмын. Алдыменен осы көйлектің етегінен біз кез келген өзіміздің тігейін деп жатқан қызымызға көйлегіміздің етегінің ұзындығын алып аламыз. Мен қазір 3 жасар қызға пішкелі жатырмын. Сол қызымның етегіне дейінгі ұзындықты өлшеп алдым, сол ұзындықты пішетін боламын. Ол үшін мұнда 2 қабат фатин жасалынған сыртқы бөлігінде, сол 2 қатар фатиннің етегін бір-біріне теңестіріп алып жатырмын. Сізде осылай фатиннің етегін теңестіресіз. Бірдей етіп бүктейміз. Етек жағының барлығын толық бірдей болғанын қадағалаймыз. Өйткені біз етек жағынан бастап жоғары қарай пішетін боламыз. Міне барынша бір тегіс етіп алуға болады. Кішкене 1 сантиметр, 1,5 сантиметр разница болса, ол ештеңе етпейді. Себебі пішкен кезде біз плюс қосып есептеп аламыз. Маған 55 сантиметр керек, бірақ мен 58 сантиметр етіп есептеп алдым. Себебі кейін етек жақтағы артық бөлікті кесіп тастай салуға болады. 55 деп есептеп, сол етектен қырқамыз. 58 деп. Және бормен сызып алсаңыз да болады. Қайшымен егер түзу сызып алмаймын десеңіз, осылай әрбір жерінен есептеп, бормен сызып алып, сол сызық бойынша қырқып шықсаңыз да болады. Міне соңғы жақтарында турлап қойдық, осы соңында қырқып аламыз. Яғни біздің көйлегіміздің етегі 2 қабат фатиннен тұрады. Міне осындай болып шығады. Енді ішкі бөлік астарын пішеміз. Бұл жерде етегі күн болып пішілген, жоғарғы жағы қазір пайдаланатын боламыз. Міне қараңыздар, етегі күн болып пішілген. Бізге осы полностью күн қажет емес, тек жарты бөлігін ғана аламыз. Бұнда да етек жағын, астыңғы жағын міндетті түрде теңестіріп аламыз. Енді жартысына дейін 2 бүктеп аламыз. Себебі бізге жарты бөлігі ғана қажет, жартысы қажет емес. Егер де етегі асты қатты кең болсын десеңіз, онда толығымен алсаңыз болады. Тіпті бұл көйлекке астыңғы жағына трапеция етіп астар жасауға да болады. Бағана фатинді 58 етіп қырқатын болсақ, бұл жерде 52 етіп қырқамыз. Себебі бізге ішкі жағында астарымыз кішкене жоғарырақ болып тұру қажет фатиннен. Яғни 3-4 сантиметрге қысқа етіп қырқасыздар. Міне етегіміз де дайын. Етегіміз енді астармен толығымен дайын. Енді үстіңгі жағын пішетін боламыз. Осы жерде матаны теңестіріп аламыз. Себебі бұл күн етіп пішкендіктен матаның көлденең және тіке екендігін анықтап алуымыз қажет. Үстіңгі жағына осылай қойып, алдыңғы жағынан алдыңғы бөлікті, артқы жағынан артқы бөлікті пішіп алуға да болады. Бірақ ол қазір маған қажет емес, етектен қалай пішетінін сіздерге көрсеткім келіп тұр. Міне қараңыздар, тікесін анықтап алып жатырмыз. Міне тіке. Енді осы аралыққа пішетін боламыз. Міне лекаламызды қойып көреміз. Егер лекаламыз сәйкес келетін болса, осы аралықты жоғарғы жағын толығымен кесіп аламыз. Міне толығымен сыйғандықтан осы бөлікті кәдімгі матамыз секілді түзу етіп қырқып аламыз. Міне осы аралыққа артқы бөлікті пішіп жатырмын, себебі ортасында бізде замок орналасады. Мен барлық жағына 1 сантиметр тігіске қосып есептеп піштім. Негізі сіздер балдарыңыздың размерін өлшеп алып,
тек лекаланың өзін қойып сол өлшеммен пішсеңіздер болады. Себебі мен примерка барысында осы 1 сантиметрдің артық екенін көрдім де қайтадан полностью 1 сантиметрді алып тастадым. Сол себепті екі жұмыс жасамас үшін балдарыңызды өлшеп алып, осы лекаланың өзімен жасасаңыздар тура шығады екен. Не алдыңғы бой? Қараңыздар, тіке, былай істесек көлденең уже, сондықтан тікелігін міндетті түрде каждый бөлікті пішкен кезде қарап отыру қажет. Себебі егерде кәдімгі материалдан пішетін болсаңыз, ол кезде тек ұзындықты тастап піше беретін едік. Мұнда етек болғандықтан көлденең түзулігін анықтауымыз қажет. Және бұл практика жүзінде үлкен сабақ болады. Бір рет осылай жасап көрсеңіз, келесі жолы міндетті түрде кез келген матаны қалай болса солай қырқа беретін боласыз. Яғни көлденең тіке кез келген жағдайда ажырата алатын боласыз. Енді бізге осы алдыңғы бойдан артқы бөліктен бір дана қажет болады. Себебі оны астарлыққа пайдаланамыз. Кішкентай баланың киімдерін жасаған кезде негізінен 2 дана етіп жасау керек. Яғни белден жоғары қарай бөлікті 2 дана етіп жасаймыз. Себебі етегінде фатинді бүретін боламыз. Ол ішкі жағында, астар жағында қалатын болса, ол баланың денесін қыштат, және де бел бөлігіне ыңғайсыздық туғызады. Сол себепті толығымен астарлаған дұрыс осындай көйлектерді. Тура алдыңғы пішкен деталімізға салып, размерін бірдей етіп пішіп аламыз. Міне алдыңғы бөлігіміз дайын. Енді артқы бөлік үшін тағы да материалымыздың оң көлденең қай жағы дұрыс екенін анықтап алып жатырмын. Әрбір детальді пішкен кезде осылай көлденең тіке екенін анықтауымыз қажет. Осы аралыққа міне артқы бойды пішемін. Мұнда да тура тігіс бойынша, бұл жерде де тура біздің өзіміздің бірінші деталімізді қырқан размеріміз бойынша қырқып шығамыз. Жоғарғы жағын қырқып алмағандықтан қараңыздар, мұнда менде астыңғы жағында кішкене бөлігі артық қалып кетті. Енді осы детальді кесіп алып тастаймын. Міне енді артқы бөлігімізде, алдыңғы бөлігімізде астарымен дайын, жеңді пішуге кірісейік. Дәл осындай формадағы көйлегіңіз үшін жеңге мен арнайы кружево материалын пайдаландым. Бұл жерде де негізі кәдімгі өзімнің ескі матамнан, киімнен қалған жеңнен шығарып жатырмын. Міне осы аралыққа лекаламызды қоямыз. Жоғарғы жағы кішкене жетпегендіктен мен алға қарай тағы да үстіңгі бөлікті жылжыттым. Енді осы аралыққа сызып шығамыз. Кішкене жеңнің аузына мен қосымша қостым 4 сантиметр көлемінде, себебі жеңнің аузына менде гүл тігіледі. Сол гүлдерді тіккен кезде әдемі көрініп тұру үшін кішкене кеңірек етіп алдым. Міне сол аралықты кесіп алдық. Екінші жеңді де енді дәл осылай етіп жасаймыз. Жоғарғы жағында білесіздер, алдыңғы бөлік, артқы бөлік деп бөлінеді. Сол себепті алдыңғы бөлікте 0,5 сантиметр кішкене кішірек болады. Соны алып тастаймыз. Екінші бөлікті енді тура осылай жасаймыз. Міне жеңіміз де дайын. Міне қосқан кезде осылай шығады. Ал енді қалып кеткен материалдардан келесі сабағымызда бетін сәндейтін боламыз. Міне осылай өз қалауымыз бойынша. Оны келесі сабақта көрсететін боламыз сіздерге. Сонымен керекті материалдарымыз толығымен дайын. Алдыңғы бөлік, артқы бөлік астарымен, жеңіміз де дайын және етегіміз. Осымен пішу сабағы аяқталды.